Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге өте дәмді, нәзік, мінсіз болып шығатын сметанник дайындайтын боламыз. Алдымен еліктен өткізілген ұнымыздың үстіне қантымызды қосып, оның үстінен жарты пакетик қопсытқышымызды саламыз, яғни 10 грамм. Оның үстінен азғантай ғана мөлшерде ваниль қантын салып, тоңазытқышта тұрған сары майымызды салып, крошка дайындайтын боламыз. Сары май 82,5% болғаны дұрыс. Крошкамыздың басын біріктіру үшін бір дана жұмыртқаны қосып, қолдың көмегімен қамыр елейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін, немесе 40 минут өткеннен кейін формамызды дайындап, формамызға астына қамырымызды тегістеп жазып шығамыз. Қолымызбен ыңғайлап жазамыз. Мен форманы майлаған жоқпын. Екінші бөлігін бортик жасаймыз, яғни жан жағына қамырды қойып шығамыз. Және вилканың көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 20%-лық сметана, яғни қаймақ, дүкеннің қаймағын пайдаландым. Оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Миксердің қажеті жоқ, осындай венчик немесе вилканы пайдалансаңыз да болады. Әдемі иіс беру үшін ваниль қантынан азғантай мөлшерде ғана қостым, және оның үстінен 3 дана жұмыртқамызды қосып бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бір келкі болып араласқаннан соң үстінен жүгері крахмалынан 1 шай қасық қосып және араластырамыз. Бұл жерде тек қана жүгері крахмалын қосыңыз, өйткені картоп крахмалы болмайды. Дайын болған массамызды тестамыздың үстінен құйып, алдын ала қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. 180-190 градуста 35-40 минутта піседі. Осымен біздің сметаннигіміз дайын. Қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Назарларыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған мен Гүлдер. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.